неме болып қайда бара жатсың? Сені көзгі балға шақырайын деп едім. Ендеше кеттік. Ендеше бастайық. 555 жыл болды қазақ хандығына. Тәуелсіз елде болдық өз алдына. Елбасы бізге жолды нұсқап отыр. Арнайы жыл сайынғы жолдауында. Мектебім Махутов батыр есімінде. Түрлі сайыс өтеді мұнда күнде. Ұстаздар терең білім беріп жатыр. Болашақтың тірегі мына бізге. Ауданда абыройға ие мектебім. Үлесім бар жақсы оқып қосқан менің. Алтын күз сайысының дүбіріне сайланып дайындықпен мен де келдім. Әбді сағынышпын Абай ұлы сайыстың бізге артар ауыр жүгі. 5-ші А сыныптың намысын қорғап озып шығам сайыста болып үлгі. Алтын күзде дастархан молығады, көкөніс әртүрлі дастархан сәні. Өздігінен бізге келмес еді, бәрі де шаруаның адал еңбегі. Еңбекпенен адам жаны көркейеді, табысы артып байлыққа кенеледі. Алтын күз сайысында өнер көрсетер менің де енді міне кезегім келді. Руым Бәйімбет жанағы шежірені білу шарт мына бізге. Ата-баба тарихы алтын сандық, жігітке жеті өнер аз де халқым. Сақтаймын дәстүрі мен оның салтын, көрермен мені қолдап демеуші бол. Қазылар да бұзбасын сайыс шартын. Демеңдер, мен өнерді аяп қалды, сайысты бастар уақыт таяп қалды. Бастайын өнерімді бойымда бар, көтеретін білімім бар қаранарды. Ақ тілек тілеп тұрған алатаннан, қызы қанша ұлдары қанатанған. Ағайын сәлем берем баршаңызға. Бердібай Ақниеттей балапаннан, жүрегінен тәтті өлең ұсынайын. Шабытап өзін соққан алақаннан, алтын күз байқауыңа келгенімде қызыңа татытыңыз дара тұлғам. Бүгін міне сайысқа қатыспақпыз, шыққандаймын өте бір қиын жолға. Таныстырып өзімді сөз сөйлейін, аруақ ата бабам жар боп қолда. Сұрасам есімімді айтам Ақниет, тумады төлепте Ақниеттей гүл. Сұрасам руымды да айтам аты кедей. Досым көп, дұшпанымда аз емес, бірақ Аманжол деген асқар таудай әкем бар. Сара деген ақ бұлақтай шешем бар. Әкем тұлпар, шешем сұңқар. Мен көп сөйлеп кідірмейін, тоқтамайын. Жеті атама енді мен тоқталайын. Аманжол, Бексұлтан, Бердібай, Үмбетбай, Жылданбай, Исмаил, Еркебай. Шығып сындар сайысқа, сұлу қыздар арулар. Мен жетемін табысқа, жүлде аламыз бауырлар. Армысыздар, ұлағатты ұстаздар.